Джихан Азраның ұйықтап жатқан жерінен құлағына құлаққап салып, әуеннің дауысын қатты қояды. Азра шошып оянады. Джихан, мен сенің Мұстафамен кездесіп, қайтып келе жатқаныңды көрдім. Сен онымен кездестің бе? Ол сенің ерніңнен сүйді ме дейді. Азра, есіңнен адастың ба? Не істеп тұрсың? Арамызда онда ештеңе жоқ дейді. Джихан, егер тағы Мұстафамен кездессең, ашуымды сенен емес, содан аламын. Мүмкін көлікпен қағып қашып кетермін деп Азраны қорқытады. Серхат үйге келген соң Зейнеп Серхатқа: саған айтқым келмеді, бірақ Берак шектен шығып кетті. Анамның гүлдерін өртеді. Өзіне де бардым, бірақ ол керісінше мені қорлады дейді. Серхат: бала шетінеп кетті дейді. Қазір сол ауруханадан келе жатырмын дейді. Зейнеп: не? Қалай болған? Өкінішті, қайғыңа ортақпын дейді. Сол сәтте Хаял мен Илким келіп, Хаял Зейнепке: сен анамызды ұруға қалай дәтің барды? Сенің кесіріңнен болашақ іні немесе сіңілімізден айырылдық. Оның жүрегі тоқтап қалыпты дейді. Зейнеп: бірақ мен ұрмадым. Қазір ол жүкті ғой. Мен ондайға бармаймын ғой дейді. Илким: міне қара, мына суретті анам жіберді дейді. Зейнеп таң қалып: мен онымен сөйлескенде ол бұндай емес еді дейді. Серхат: қыздар, бұл аналарыңның тағы да жала жабуы. Зейнеп тиіспедім десе, демек солай дейді. Хаял: онда кім жасады мұны? Кімге керек дейді. Серхат: оны білмеймін, бірақ Зейнеп емес дейді. Таңертеңгісін Зейнеп Серхатқа: мен Беракқа қарсы арыз жазбайтын болдым. Қыздармен арамыз бұзылуы мүмкін. Оның үстіне Берак та ауыр қайғыны бастан өткерді дейді. Серхат: қаласаң арыз бер. Ол сендерге көп зиян келтірді ғой дейді. Айтпақшы, өрттен көп шығындалдыңдар ма дейді. Зейнеп: иә, көп. Бірақ сенің көмегің қажет емес. Мен сенен бір тиын да алмаймын. Мен де, Кадер де сенің байлығыңа қол созбаймыз дейді. Серхатқа Неджат хабарласып: Серхат бей, түрмеге кездесуге келісіп қойдым. Сағат 2-ге сізді күтеді дейді. Серхат Джиханның сыртынан бақылап тұрады. Көшеде Ариф Беракты көреді. Мен сізге әлі де сыпайы сөйлеп тұрмын. Енді менің отбасыма тиіспеңіз. Әйтпесе бәрі жаман аяқталады. Мен ескертіп отырмын дейді. Берак: иә, сіз болған жағдайға лайық емес едіңіз. Әйеліңіз де. Мен сіздерге зиян келтірмеуім керек еді. Бірақ мен ештеңе істемесем де, сіз өз қыздарыңыздың қолынан зардап шегесіз дейді. Ариф: бұл не сөз? Не айтып тұрсың дейді. Берак: бір қызыңыз Серхатпен, екіншісі Джиханмен бірге. Сіздің қыздарыңыз сізге менен де қаттырақ ауыртпалға келеді. Көресіз әлі дейді. Азра Себим ханымның даусынан қатты қорқып кетіп, суын төгіп алады да жылап қалады. Джихан Азраны қорқытып қойғандықтан. Себим ханым: Азра, не боп қалды саған? Неге жылап отырсың? Неге қорықтың дейді. Мен сен шошитындай ештеңе жасаған жоқпын ғой дейді. Азра көңілі босап қатты жылайды. Не істерін білмей Мұстафаға хабарласады. Мұстафаға: сенен басқа хабарласатын ешкімім жоқ, Мұстафа. Маған өте қиын болып тұр дейді. Мұстафа: не болды Азра дейді. Азра: маған бәрі жақсы болады деп айтшы. Маған осы сөзді біреудің айтқаны қажет болып тұр дейді. Мұстафа: егер еш әрекет жасамасаң, ештеңе өзгермейді. Сен қайта-қайта сол бір жағдайды бастан кешіре бересің. Мен саған үміт бере алмаймын, кешір дейді. Джихан мен Эбру екеуі өздерінің жеке үйінде кездеседі. Эбру: бүгін осында қалайық? Өз үйім сияқты алғаш рет сезініп тұрмын дейді. Джихан: бұл үй сенікі дейді. Эбру: фильм көрейік, пиццаға тапсырыс берейік дейді. Джихан: иә, келісемін, бірақ мені жақсы көретініңді айтшы дейді. Эбру Джиханға: мен сені жақсы көремін дейді. Джиханға бірақ Эбру емес, Азра елестейді. Азра: мен сені жақсы көремін дейді. Джихан: мен де сені жақсы көремін. Мен ешкімді сені сүйгендей сүйген емеспін. Маған тек сенің махаббатың ғана керек дейді. Джихан көзін ашса, Эбру екені есіне түседі. Сол сәтте Джиханға анасы хабарласады. Джихан: Азраға не болды? Сендер ұрыстыңдар ма дейді. Джихан: жоқ, ұрысқан жоқпыз. Ол саған бірдеңе деді ме дейді. Анасы: біз бірге тұрамыз, бірақ мен не болып жатқанын түсінбеймін. Ол жылап бөлмесіне жүгіріп кетті. Мен онымен сөйлескім келді, бірақ бұл жай ғана жылау емес, оның қатты жүйкесі тозғандай дейді. Джихан: түсіндім, қазір барамын дейді. Джихан Эбруға: менің кетуім керек. Азра екеумізді бірге екенімізді біліп қойды. Оның жүйкесі сыр беріп жатыр екен дейді. Азра: бірақ бүгін біздің үйдегі алғашқы күніміз еді ғой, жоспарларымыз бар еді дейді. Джихан: уәде беремін, басқа күні алғашқы күнімізді тамаша қылып өткіземіз дейді. Тибет Зейнептің жұмысына сөйлесуге келеді. Тибет Зейнепке: менің Кадірден басқа балам қалмады. Мен оны жақын арада алып кетемін, қамқоры боламын дейді.
Зейнеп, бәрі оңай ма екен? Аксель енді жоқ. Сонда сіз енді қызыңызды еске алып отырсыз ба? Әлеуметтік қызмет оны алып кеткенде қайда болдыңыз дейді. Уайымдамаңыз. Біраз күннен соң Кадерді өзім қамқорлығыма аламын дейді Зейнеп. Себет, Кадер саған жақын екенін білемін. Егер ол сен үшін соншалықты маңызды болса, менің үйіме көш. Немесе онымен қоштасасың дейді. Зейнеп, не істеу керектігін сіз маған айта алмайсыз дейді. Сіз ол әйелдің баласына әке болмайтыныңызды және оны балалар үйіне өткізетініңізді айтқан едіңіз ғой. Себет, менің енді Кадірден басқа ешкімім жоқ. Өмірімді жалғастыру үшін қолдау керек. Неге мені сен жаман көресің? Мен тәрбиелі адамын. Серхаттың үйіндегідей менің де үйімде тұра аласың дейді. Зейнеп ашуланып, мен сіздің қайғыңызға құрмет ретінде сыпайылық таныттым, бірақ сіз мұны түсінген жоқсыз. Бұл жерден кетіңіз дейді. Зейнеп лезде Серхатқа хабарласады, бірақ Серхаттың телефоны өшірулі болады. Серхат түрмеге Анталиядағы қонақ үйде ресепшн болып жұмыс істеген жігітке келеді. Сен неге келдің? Мен полицияға барлығын айтқанмын дейді. Серхат, сенің отбасың бар екен. Мен олардың жағдайын жақсы етемін. Тек маған бір сұрағыма ғана жауап берсең болды. Басыңды изесең, мен өзім-ақ түсінемін дейді. Босқындарды қонақ үйге кіргізуге бұйрық берген менің ағам Джихан ба дейді. Сол кезде ресепшн жігіт басын изеп, иә, сол дейді.